күніміз. Ол күні бізде көптеген адамдар көтеріліске шығып, біздің қазақ басқарып тәуелсіздігімізді Rəmizlerimiz var ya. Qanday rəmizlerimiz var? Birinci Navruz'da Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымының құрамына кірді. Ал студент болмай, студент екендігіне қарамастан Қазақстанның елі үшін Қазақстанды тек қазақ басқару керек деп көтеріліске шыққандардың бірі және сол жылы қаза тапқан адамдардың бірі. Көріп тұрсыңдар ғой, 1986 жылы қаза тапты. Азаматтар бізде Абаян бойында бар ғой, Тұран университетінің алдында, білесіңдер ғой. Сол жерде бізде монумент бар. Сол жерде 1986 жылы ол қаза осындай жастардың арқасында. Бізде осындай, біз осылайша тәуелсіздік күніне оңтайлықпен келмегенін білеміз. Елбасымыз өткен дәуірдегі қаһармандарды 2000 жылдан кейін марапаттады, яғни қаһарман 2 қазан күні біз тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан атынан ғарышқа алғаш ғарышкер ұшты. Ол кезде кім болды? Алғаш ғарышкеріміз Шоқтай Әубәкірге суретте қарап көрдік. Ал 10 желтоқсан күні біз Қазақстан КСРО атауынан Қазақстан Республикасы болып өзгерді. Бұрын бізде Қазақстан Республикасы деген атау болған жоқ. Осы 10 желтоқсаннан кейін осылай өзгерді. 21 желтоқсанда біз Алматы қаласында ТМД елдері құрылды, яғни біз ТМД елдерінің құрамына кірдік. Және де Қазақстан елінің егемендігін ең бірінші болып мойындаған ел қандай ел деп ойлайсыңдар? Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер қабылданды. Бізде мемлекеттік рәміздеріміз қандай еді? Елтаңбамыз, туымыз. Осы ал 15 қараша күні құрылды, қабылданды. Бізде валютамыз қандай? Ұлттық валютамыз? Доллар ма, теңге ма? Теңге. Дұрыс. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын теңге деп айтамыз. 31 мамыр күні жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы заң қабылданды. Яғни бізде тәуелсіздік алмай тұрып, оның алдында да қуғын-сүргінге ұшырап, жер аударылған адамдарды біз ақтап алдық осы күні, 31 мамыр күні. 4 жылы 16 ақпанда Қазақстанның ядролық қаруы жоқ ел ретінде ядролық қаруды тартпау туралы шартқа қол қойды. Яғни бізде бұрын Семей полигоны болды, сол Семей полигоны осы кезде жабылды. Түсінікті ме? Одан кейін Семей полигонында ешқандай жарылыс болған жоқ. 6 шілде Астананың, яғни Ақмолаға көшіру шешімі қабылданды. Біз 6 шілде күні тойлаймыз. Қандай күнде? Астана күні деп тойлаймыз. 1995 жылы 30 тамызда Қазақстан Республикасының ата заңы қабылданды. Біз 30 тамызды сол үшін не үшін тойлаймыз? 30 тамыз қандай күн бізде? Ата заңымыз қабылданған Конституция күні. 1 наурызда Қазақстан халықтарының ассамблеясы құрылды. Ал 1996 жылы
16 желтоқсанда Тәуелсіздік монументі ашылды. Тәуелсіздік монументі ол бұрынғы бізде ескі әкімшілік бар ғой, соның алдында. Осы Абаян бойында үлкен тарихында көшелер болады. 1997 жылы 11 шілдеде Қазақстан Республикасының тіл туралы заңы қабылданды. 10 желтоқсан күні Ақмола қаласы Астана болып жарияланды. Бұрын Астана емес, Ақмола деп аталатын Астана қаласы. 10 желтоқсаннан кейін 1997 жылы Астана деп аталды. 99 жылы қаңтарда Нұр Отан Республикасы саяси партиясы құрылды. Және де шілде күні Астана қаласында ЮНЕСКО-ның әлем қаласы сыйлығымен марапатталды. Астана қаласы. 2002 жылы биіктігі 97 метрді құрайтын Астана бәйтерек монументі салынды. Қай жыл салынды? Бәйтерек 2002 жылы. Жылы 16 желтоқсанда Мәңгілік ел қақпасы ашылды. Астана қаласында бұл. Көресіңдер ме? Астанаға барсаңдар көресіңдер. Бұл Ақорданың алдында тұрады. Тұңғыш және 2011 жылы тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев елбасы атағын берілді. Қанша жылдар кейін берілді, иә? Және экспода бізде көптеген туристер бізде Қазақстанды көптеген адамдар таныды, көптеген елдер таныды. Үшін адамдардың бірі, Қазақстанның үшін көптеген еңбек сіңірген адамдар. 2018 жылы Мақсұт Жұмабаев деген бізде альпинистіміз 8850 метр болатын Эверест шыңын бағындырды. Осы кезде рекордтар кітабына енді. Және де Қазақстанның туын желбіретті. Сонау ең биік шыңның үстінде. 2019 жылы бізде Қазақстан бірталай өзгеріске ұшырады. Яғни 19 наурызда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті өз уәкілеттілігін, яғни президент болуын тоқтатты. Бізде ары қарай президент болып кім сайланды? Ал президент болып кім сайланды? Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтан кейін. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев екінші президент болып 2019 жылы сайланды. Және де 2020 жылы біз ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдығын тойладық. Абу Насыр Әл-Фарабидің туылғанына. Екеуін бірге чекті, қанша? 9. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы қашан айналымға енді? Қай күні? 15-ші қазан. Қараша. Қараша.